Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағы біз тағам және сусын бөлімінің монеталар мен ақшалармен есептер жүргізу тақырыбында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сендер білетін боларсыңдар, төлем жасау үшін монеталарды қалай ұсақтау керек екен. Мысал үшін 10 теңге қандай монеталардың қосындысынан тұрады? Әрине, 5 теңге мен 5 теңгенің, ал 20 теңгелік монеташы 10 теңге мен 10 теңгенің, ал 5 теңгелік монета 2 теңгелік және 1 теңгелік. Ал 2 теңгелік монеташы әрине 1 теңгелік монеталардың қосындысынан тұрады. Ойлан тап. Сәуле 1 кесе шай мен 2 кесек қантқа ақшаны тура төлеу үшін қолындағы ақшасын қалай ұсақтау керек? Кәне ойланайықшы балалар, Сәуленің қолында неше теңге бар? Әрине, 10 теңгеліктен үшеуі болады 30 теңге. Ал ол 1 кесе шай мен 2 кесек қантқа қанша теңге жұмсау керек? Әрине, 20 теңге мен 8 теңгенің қосындысы. Қанша болады? 28 теңге. Ал Сәуледе 30 теңге бар. Балалар, Сәуле 28 теңгені төлеу үшін алдымен 10 теңгелік екеуін төлейді. Сонда ол 20 теңгесін төледі. Ал енді 8 теңге төлеу үшін 10 теңгені ұсақтауы керек. Кәне 10 теңгенің ішінде ұсақталған неше монета бар еді? 5 теңгелік, 2 теңгелік, 1 теңгелік. Мінекей, үшеуін қосқанда 8 теңге болды. Ал өзінде неше теңге қалады екен? Әрине, 2 теңге қалады екен. Балалар, бұл қалған 2 теңге қайтарым деп аталады. Жарайсыңдар. Келесі тапсырманы шығарып көрейік. Асанда 60 теңге бар. Ол құны бірдей алма, алмұрт және қара өрік сатып алмақшы болды. Бұларға ақшаны тура төлеу үшін Асан ақшасын қалай ұсақтау керек? Естеріңе сала кетейін, Асанда 60 теңге бар. Алмұрт, алма, қара өрік бағалары бірдей. Демек, ол 60 теңгені қалай ұсақтау керек? Қанша теңгелік монеталар болады? Әрине 20 теңгеліктен үшеуі болады екен. Жарайсыңдар балалар. Орындап көріңдер. Бананның бағасы 70 теңге тұрады. Сенің қолыңда ұсақталған 100 теңге бар. Бананның құнына қалай тура төлем жасайсың? Кәне ойланамыз. 20 теңгеліктен нешеу? Немесе 10 теңгеліктен нешеу? Әрине, 20 теңгеліктен біреуі, екеуі 40 теңге болды. Және үшіншісімен 60 теңге болды. 70 теңге болу үшін тағы неше теңге жетіспей тұр? Әрине, 10 теңге жетіспей тұр. Демек, қайтарымы неше теңге қалады? 30 теңге қалады. Немесе 20 теңге, тағы да 20 теңге, 40 теңге болды. 10 теңге қосамыз, 50 теңге болды. Тағы да 10 теңге, 60, тағы да 10 теңге, мінекей 70 теңге болды. Балалар, дәл осы нұсқада да төлемақы жасауыңа болады екен. Әрине өзіңде 30 теңге қалады. Дәптермен жұмыс. Сендерден өтініш балалар, дәптермен жұмыс орындағанда өте ұқыпты орындаймыз. Арадан қалатын 3 төркөз, 4 төркөз, 2 төркөз барлығын есте сақтаймыз. 10 сәуір деп жазбас бұрын, жоғарғы жағыңнан неше төркөз тастаушы едіңдер? Естеріңе түсіріңдер балалар. Әрине 4 төркөз. Жоғарғы жағынан 4 төркөз. Ал сол жақ шетінен 1 төркөз. Ал енді екі есептің арасында 3 төркөз. Бірінші есепті орындап біткеннен кейін, екінші теңдеуге келген кезде арада 2 төркөз. Ұмытпаймыз, мен сендердің дәптерлеріңді тексеру барысында көбісің төркөздерді ұмытып қалыпсыңдар. Кәне қайтадан еске түсіреміз. Бірінші тапсырмада мәндерін тап. 2 амалды есептен 4 есеп берілді. 4-еуінде дұрыс шығарсаң 4 балл жинайсың. Балалар, мен 4 теңдеу бердім.
Төрт теңдеудің біріншісінде қай компонент белгісіз? Кәне еске түсіреміз. Бірінші қосылғыш. Бірінші қосылғышты табу үшін не істейміз? Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Ал екінші теңдеуде қай компонент белгісіз? Екінші қосылғыш белгісіз. Оны табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Үшінші теңдеуде қай компонент белгісіз, кәне еске түсіреміз? Әрине, азайтқыш. Азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Төртінші теңдеуде қай компонент белгісіз? Азайғыш. Азайғышты табу үшін айырманың мәнінен азайтқышты азайтамыз. Егерде сен осы төрт теңдеуді дұрыс шығарсаң, 16 балл сеніңкі. Бұл 16 балл қайдан шықты? Балалар, теңдеу бізде неше қатардан тұрады? 5 қатардан тұрады. 5-ші қатарды ұмытпаймыз. Біраз оқушылар 5-ші қатарды ұмытып кетіп жатырсыңдар. Ал негізінде теңдеуді теңдеу ететін сол 5-ші қатар емес пе? 5 қатардың алғашқы қатары жазулы тұр. Демек, ары қарай сен 4 қатарды түгелдеуің керек. 4 қатарға сен 4 балл жинайсың. 4 балдан 4 теңдеуің 16 балл болады. Үшінші тапсырмада сызбасын құруды ұмытпаймыз. Арманда 50 теңге бар, ол 48 теңгеге құрт сатып алды. Қалтасында неше теңге қалды? Балалар, бұл жерде не белгілі? Әрине, бүтін сан белгілі. Ол қанша теңге? Ол 50 теңге. Ол бірінші бөлікте жаратты 48 теңге, ал екінші бөлік белгілі ме, белгісіз бе? Ал енді балалар, осы есепті сызбасын дұрыс құрып, сұрағын дұрыс қойып, шешуімен жауабын дұрыс тапсаңдар, 4 балл сендердікі. Демек, 24 балл жинаған балаға мен 5 деген баға қоямын. Жарайсыңдар, жұмыстарыңа сәттілік.